Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Бесік жыры түрлі дерттің емі екенін білесіз бе? 1916 жылы психоневрология институтының негізін қалаған академик Владимир Бехтерев балалардағы нервоз ауруының алдын алу үшін бесік жырын тыңдату керек деген тұжырым айтқан. Ал психолог Виталий Литуиннің айтуынша, бесік жырын тыңдаудың сәбидің ми қыртысындағы нейрондардың дұрыс дамуына түрткі болады. Америкалық психолог, медицина ғылымдарының докторы, трансперсоналды психология ғылымының негізін салушы Станислав Гров «Байнцы Брайн» атты кітабында бесік жырының баланың психотерапевттік аурудан жазылуына бірден бір себеп бола алатынын ескерткен. Жалпы, бесік жырының ерекше маңызы туралы сөз қозғаған беделді ғалымдар аз емес. 2001 жылы Ресейдің Тюмень қаласының ғалымдары ұзақ мерзімді тәжірибе жүргізеді. Олар жастары шамалас бірнеше сәбиді іріктеп алып, екі топқа бөліп бақылаған. Алғашқы топтағы сәбилер анасынан тұрақты түрде бесік жырын ғана тыңдайды. Ал екінші топтағылар әртүрлі әуендер тыңдайды. 6 ай мерзімінен соң бөбектердің ми қыртысын тексереді. Нәтижесінде әлди әнін тыңдамаған балалардың миындағы нейрон жасушалары баяу дамып, ойлау қабілеті бәсеңдегені байқалады. Алғашында бұл фактіге күмән келтіргендерге көп болған. Ғалымдар мәселенің анығына жету үшін өз зерттеулерін жалғастыра берген. Уақыт өткен сайын әлди әнін тыңдамай өскен сәбилердің мінез құлқында психологиялық ауытқулар күшейе береді. Олар тез ашуланып, тез шаршайды. Ойлау қабілеті төмендеп, жалқаулыққа бейім болды. Мектепте де сабаққа оқуға ынта қоймайды. Ауру сырқауға да тез шалдығатыны байқалады. Осы зерттеудің нәтижесінде ғалымдар бесік жырының сәби денсаулығына тигізетін мынадай пайдалы жақтарын анықтады. Баланың жүйке жүйелерінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сәби бойындағы мейірімділік, қайырымдылық, ата-анаға деген махаббат сияқты ізгі сезімдерді дамытады. Дүниетанымдық ізденісін, ғылым-білімге деген ынтасын арттырады. Бала мағыналы һәм мәнерлі сөйлеуді үйренеді. Бесік жырын тыңдаған бала тұйықталмай, өз пікірін ашық білдіретін батыл жанға айналады. Мамандар бесік жырын баланы емізгеннен кейін күніне 2-3 рет орындауға кеңес береді, ал оның ұзақтығы 10 минуттай болуға тиіс. Бесік жырын 3 жасқа дейін тоқтатпаған абзал. Сәби тәтті ұйқыға кеткеннен кейін де 5 минут бойы үзбей айтса, пайдасы көп. Нәресте барлық ақпаратты есту арқылы қабылдайтынын ескерсек, оған бесік жыры арқылы тәрбиенің іргетасы қаланады. Бар мейірім, махаббатты жеткізудің бірден бір жолы осы. Бесік жырының осындай балаға жетпес құндылығын ертеден білген дана халқымыз оны айтпай сәбиін ұйықтатпаған. Қазір қым-қуыт тіршілікпен жүріп, аналарымыз бесік жыры түгілі бесіктен қол үзіп қалып жатыр. Бұның да кері әсерін көріп жүрміз. Сәбиіңізді бесік жырымен ұйықтатуды ұмытпаңыз. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің тыңдарманым. Осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.